Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін сізден біргелікте ОБД-да келетұғын геометрияның бір есебін шығаратын боламыз. Мәтінді оқимын. Тік бұрышты үш бұрыштың ауданы 48 см квадрат, және оның гипотенузасының ұзындығы 4 түбірасында 13 см. Осы үш бұрыштың квадраттерінің ұзындықтарын табыңыз дейді. Демек, алдымен сіздер үш бұрыш сызамын. Тік бұрыш үш бұрыш не? Енді сәл қисық кетті бір балалар. 90 градус бұрыш. Демек, гипотенуза бізде 4 түбірасында 13 болады. Бізде ауданы, үш бұрыштың ауданы 48 сантиметр квадратқа. Енді қараңыздар, бізде тік бұрыштың ауданы қандай еді бізде? 2 квадратты көбейтеміз, соны 2-ге бөлсек, бізде не болады? Тік бұрыштың ауданы береді. Ал Пифагор теоремасы одан кейін, ол а квадрат плюс в квадрат тең болады с квадрат. С бізде неге тең? 4 түбірасында 13-ге тең міне квадрат. Міне осы жүйені шығаратын болсақ, біз тік бұрыш үш бұрыштың квадраттерін табатын боламыз. Жақсы, мен арға жалғастырамыз неке. Демек, мынаны мен 4-ке көбейтіп жіберемін. Сонда 2АВ болады. Мына 4-ке көбейткен кезде, 4 пен 2 қысқарады. 48 4-ке көбейткен кезде маған нені береді? 192-ні береді, құрметті оқушылар. Енді бұны астында жазыла береді. А квадрат плюс в квадрат тең болады. 4 түбірасында 13-тің квадраты бізде неге тең? 208-ге тең болады. 4-тің квадраты 16, 13-ге көбейтсек 208 болады. Демек, екеуін қосып жібереміз. Сонда бізде не болады? А квадрат плюс 2АВ плюс В квадрат болады. Мына екеуінің қосындысы не болады бізде? 400-ге тең болады. Демек, бұл қысқаша көбейту формула бойынша А қосылған В-ның квадраты ол тең болады 20-ның квадраты. Енді қараңыздар, бұл жерде біз өлшем 10 санмен аламыз. Енді бұл жерде А қосылған В ол тең болады. Неге тең болады бізде? 20-ға тең болады. Біз минус 20-ны алмаймыз. Себебі үш бұрыштың өлшемдері тек қана 10 санмен өлшеміз. Соның үшін минус сан басып бізге керек емес. Демек, бізде міне дедік А бөлінген А көбейтілген В бөлінген 2 ол бізде 48 еді ғой. Ауданы міне ауданы. Екінші жақ көйтіп жібереміз. Сонда А қосылған В тең болады 20-ға, А көбейту В тең болады. 48-ге 2-ні көбейтетін болсақ, бізде не болады? 96-ға тең болады. Енді бұл вет теоремасын қолдансаңдар болады. А тең В тең есептейміз. Қоссаң 20 көбейтсең 96. Ол бізде неге тең? 8 мен 12 болады. Екеуін қоссаң 20, сол 8 мен 12 көбейтетін болсаң 96-ны береді, құрметті оқушылар. Немесе жаңағыдай теңдеу жүйесі шешу арқылы айнымы орын алмастырасын пайдаланып шығарсаң да болады, құрметті оқушылар. Енді ол өздерің білесіздер. Мен тікелей таптым вет теоремасын. Демек, жауап не болды бізде? С вариант болады. 8 см және 12 см. Демек, жауабы С және F варианттары болады, құрметті оқушылар. Міне осылай жазсаңыз да болады, құрметті оқушылар. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер, құрметті оқушылар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де ОБД-ға дайындалып жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.